Армысыз қазақ елі, бүгін біздің қонақта белгілі кәсіпкер Азат Құсманұлы Қонысбек. Әзеке, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Сіз менің Асхат Асылбек YouTube арнамда қонақ болдыңыз. Енді мына Жарық YouTube каналда келіп отырсыз. Осы Жарық YouTube канал ол энергетика саласында, экология саласында, ЖКХ, күн станциясы туралы, жалпы сол туралы біз әңгіме саламыз. Жалпы сіз Қазақстанның болашағы үшін энергетика маңызы қандай? Кез келген мемлекет үшін, жалпы Қазақстан емес, энергетиканың маңызы зор. Энергетика біздің қан тамыры, өнеркәсіптің өмірдің қан тамырымен жүрегі деуге болады. Ол тоқтаса, өмірде тоқталады. Әрине, жер жүзі одан құрып кетпейді, бірақ енді көз алдымызға елестетіп көрейікші. Бір күн свет өшіп қалсыншы, күні бойы. Содан кейін бір апта өшсінші, содан кейін бір ай өшсінші, не болатын. Сондықтан жалпы өмірімізде енді электр энергиясынсыз өмір сүруді көз алдына елестетуді мүмкін емес қазір. Егер қарасақ, келесі заманда энергетика саласында көбінесе басқа ұлттар жұмыс істеген. Өреке ағайындар жұмыс істеген, ал қазақтар аздау болды. Ол рас. Енді қазір жағдай қалай? Егемендікке уже 34 жыл болды. Ол кезде ол саясат сондай болған екен. Мен мысалы жалғыз Қазақстан емес, Балтық жағалауындағы достарымды айтады. Оларда да энергетика саласында сол көбіне славян тектестерді алатын дейді. Енді Совет үкіметінің саясат солай болды ғой, бір-біріне байлап тастау. Қазір енді жақсарды. Қазір өзіміздің мамандар көбейіп келе жатыр. Сапасы да артып келе жатыр. Барлық жерде емес, бірақ әлі де жеткіліксіз. Сондықтан енді үгіт насихат жұмысы адамдарды энергетика саласына тарту керек. Тарту керек дейсіз. Соңғы бірнеше жыл болды. Неше түрлі апаттар болды. Жылу станциясына, тағы басқа желілерде, су таситын желілерде. Соны бір жағын айтады, кәрі болды, шаршап кетті деп, тозып кетті дейді. Ал мүмкін бұл істеп жатқан мамандардың білімі жетпей тұр. Енді бұл жерде Асеке, мен айта кетейін, біріншіден мен өзімді сарапшымын деп есептемеймін, қарапайым тұтынушымын, кәсіпкер, инженермін. Енді өз ойымды айтсам, рұқсат бересіз, өз ойымды айтуға. Біріншіден, жалпы энергетика салатын алсақ, негізгі бөлігі энергетиканың жылу электр станциялары мен жылу электр орталықтары. Ол өзіндік құны арзан құрылыс кезінде, содан кейін әртүрлі жағдайда өзінің артықшылығы бар. Екінші орында су электр станциялары. Қазақстанда Өскемен, Бұқтырма, Семейдің қасындағы Шульва, Қапшағай, одан кейін оңтүстік Қазақстан, Алматы, Жетісу, одан кейін Шардара. Қалған ұсақ түйектері де бар. Мойнақ газ салды. Ұсақ түйектері бар. Содан кейін қазір күн электр станциясы және жел электр станциялары пайда бола бастады. Енді жылу электр станциялары мен орталықтарының шынында да тозған. Олардың бәрі енді 91 жылдан кейін Қазақстанда бір жаңа жылу электр станциясы мен жылу электр орталығы салынған, естіген емеспін. Ол салынған жоқ. Міне, содан бері 34 жыл өтті. Содан кейін тағы да жасырын емес, өкінішке орай бізде жемқорлық бар. Жұмсалған ақшаның бәрі дұрыс игерілмейді. Біразы қалтаға кетеді. Оны оқып жатырмыз, ана ұрлады, мына ұрлады деп, одан шаршадық та былай қарасақ. Соның бәрінің зардабын шегіп отырмыз. Неге десе, темір де тозады. Ана құбырларды алайықшы, одан су өтеді. Ыстығы да, ыстық та, суық та, әртүрлі температуралық режимде болады. Бәрі тозады. Станцияларды алайық, турбина, генераторлар, олардың барлығы тозады, трансформаторлар тозады. Кереметтей бір күрделі жөндеу өтіп жатқан жоқ. Бірақ бұл жолы бір айта кетейін, күрделі жөндеу өткеннің бір мысалы ретінде Ақсу қаласындағы мемлекеттік аймақтық электр станциясы бар. ГРЭС. Міне, ол енді жекеменшік қолда болғаннан кейін бе, толығымен күрделі жөндеу емес,
қайта жарақтандырудан өтті. Қайта жарақтандыру заманауи аспаптар бәрі қойылды. Толық өзгертті. Өйткені онда Ақсуда ферросплав зауыты бар ғой. Соған керек болып тұр ғой. Жалғыз оған емес, ол көп жерге береді. Оның қуаты өте үлкен. Басқа маңайына да береді, сон электр энергиясын маңайында қамтамасыз етеді. Бірақ негізгі енді барлығы дерлік блоктар қайта жарақтандырудан өтті. Одан кейін дер кезінде күрделі жөндеу де жүргізіліп отырады. Міне солай болса, жаңағындай апаттар орын алмас еді. Демек, сіз энергетика саласына жекеменшікке кеткен қолдап отырсыз. Жоқ, мен өйтіп қолдап отырған жоқ. Міне жерде мен фактын айтып отырмын. Енді мемлекеттік айтып тұрсыз, жекеменшік содан болар дедім. Жылу станциясы керемет болып тұр. Бүкіл сол станцияда керемет болып тұр. Жекеменшік болғаннан ба, жекеменшік болмаса да, әйтеуір о жерде толық техникалық талаптар орындалған. Енді басқаларды алайық, ақша аз бөлінбейді. Содан кейін қазір мысалы самұрық қазынаға байланған жаңағындай жылу электр станциялары, жылу электр орталықтары небір тендерлер өткізеді. Бұл жерде енді оны айтпай қояйын, кемшіліктерін оларды оқырмандар, тыңдармандар бәрі көріп отыр. Сонда жаңағындай күрделі жөндеу, жарақтандыруға бөлінген ақшаның, білмеймін, енді мен өтірікші болғым келмейді, неше пайызы жұмсалатын, неше пайызы талан-таражға салынатын. Соның кеселі болып отыр ғой. Егер мемлекеттік тарапынан қатаң бақылау, әділ бақылау жүргізіліп отырса, мемлекеттің қолындағы жаңағындай мемлекеттің иелігіндегі станцияларды тура солай өткізуге болады. Жалпы мен айтайын, электр энергетика саласы мемлекеттің меншігінде болу керек. Бұл стратегиялық мемлекеттің қауіпсіздігіне тікелей байланысты объектілер. Енді ана жаңа Ақсуды кезінде беріп қойды, мен берген жоқпын, сіз берген жоқпыз. Енді жекеменшікке берді. Ережеге қатысты ғой. Иә. Қалғандары үлкен ірі. Сол жерде Екібастұзда 2 ірі электр станция бар. Мына Алматыдағы барлығы мемлекеттің қарауында болу керек. Ол стратегиялық объект, ол мемлекеттің қауіпсіздігіміздің кепілі. Демек, мен сұрадым ғой сонда, тозған мәселесі ме немесе сол жерде істеп жүрген қызметкерлердің білімі аздау ма деп. Сонда білімдері бәрі дұрыс болып тұр ғой. Жоқ, білімі бол дегенде, білімді адамдар жеткілікті қазір. Дәл соны жөндейтін. Бірақ кейде басшының білімі жеткілікті ме деп ойлайсың. Мысалы, міне енді әңгімеміз басталды энергетика туралы. Енді айтылмаған сөз жерде өледі дейді ғой. Бұрынғы осының алдында қазір атом электростанциясының құрылысына белсене кірісіп кеткен Алмас Адам Сатқалиев дейді. Ол да энергетика емес. Мен жай өмір баянын оқимын ғой. Қазақ мемлекеттік университеті математика факультетін бітірген екен. Енді солай енді. Содан кейін бүгінгі сайланған жаңа энергетика министрі әділет жоғарғы мектебін бітіріпті, ол заңгер. Содан кейін екінші тағы бір несі бар. Нефтетрейдер дейді, мұнайды сататқан. Иә, мұнайды сататын. Менің ойымша, инженерия айтады, энергетика саласын, энергетиканың бақай-шақайына дейін игерген, төменнен бастап жоғарыға дейін жеткен, бал турбинаның жұмысында, бу қазандығын жұмысын бәрін шемішкедей шығатын адам басқару керек. Сонда ғана ол қарамағындағы мамандардың талабына құлақ асады. Егер сол саланы түсінбейтін адам болса, мына мамандар келеді айтады, мынаны жасау керек, мынаны жарақтандыру керек, мынаны жөндеу керек. Ол бір сөзіне құлақ асса, екінші сөзіне құлақ аспайды. Осыған дейін істеп келді ғой, бірдеме қылып биыл шыдап кетсін, істеңдер деп айтуы мүмкін. Мен басқаша түсініп отырған жоқпын, неге десе жыл сайын сол қайталанады. Демек, саланы басқарып отырған бастықтар, олар энергетика қатысы жай ғана бір. Қатысы жоқ деп айтуға болады. Энергетика қатысы бар деп айтайын. Алматы энергетика университетін бітіргеннен кейін шебер ретінде бу қазандығынан бастап директорға дейін көтерілсе, сол 10-15 жылда. Мен оны адам білем. Мысалы, Атамекенде, Атамекен бар ғой. Онда Жақып Қайрышев деген азамат істейді.
мына біздің жарық арнада сұхбат берген. Сол Батыс Қазақстанда ана рэк басқарып, сол көтеріліп, бүкіл мына сатымен көтерілген ғой. Сөйтіп, соның бәрін біледі деп ойлаймын. Мен де сізге бірнеше адамды атап өте аламын. Біреу пенсияға жақындап қалды. Пенсияға жақындаса да оның тәжірибесі ешқашан жоғалып кетпейді. Солар тартып, солар басқарса, сол саланда, онда іс оңалар еді. Қазіргі жағдайда енді ренжімесін жаңа министр. Мүмкін жақсы адам шығар. Бірақ мамандығына орай мына саланы оңалтады деп ойламаймын. Жоқ, ол енді қараңыз, сол Министерство энергетика деді ғой. Онда бұрын Сатқалиев энергетик деп саналды. Өйткені оның алдында Самұрық энергияны басқарған. Қазір мұнай ғана. Өйткені мұнай, бір жағынан мұнай газ, екінші жағынан энергетика болып тұр ғой. Сосын оның орынбасары бар ғой, Сұмғат Есімханов деген. Ол жалпы энергетик. Демек, қазір үлкен бастықта бірінші бастық орынбасарды үнемі тыңдай бере ме? Содан бастайықшы. Енді энергетик саласына кіріспейді шығар, түсініп, энергетик мен кіріспеймін, мен мұнай үшін жауап беремін, сен энергетик үшін жауап бересің деп, арасында бөліп алған шығар енді бәрін. Олай болса, нұр үстіне нұр. Егер олай енді. Және айттыңыз, Сатқалиев туралы, Сатқалиев жаңадан құрылған атом агенттігін, атом энергияны агенттігін басқаруға кетті. Иә. Сонда сұрақ болып тұр. Және айтып отырдық қой. Неге атом агентствоның орнына жалпы мұнай газ министрін бір бөлек, энергетик министр бір бөлек деп құрып жасап қоймады ба? Сол министр энергетикада атом энергиясы бірге болатын еді. Енді бұл сізбен толық келсем, бұл сұрақ енді не сізге, не маған қойылатын сұрақ емес, ол жоғарыдағы әлгі үлкен елді басқарып отырған адамдардың не ойы бар, не ойы жоқ екенін білу қиын, кейде түсінбейсің. Мысалы бізде енді жасыратыны жоқ, бес аспап министрлер көп болды ғой. Бір министр болды, энергетиканы да басқарды, мұнайды да басқарды, содан кейін ауыл шаруашылығын да басқарған. Білесіз кім екенін. Сондайлар көп. Ондай әмбебаптарға мен сенбеймін. Адам өмірінде нағыз майталман шебер болу үшін негізінен бір ғана мамандықты игере алады. Ол енді бір керемет, бір ғұлама тұлғалар болса, екі мамандық игеретін шығар. Ондайлар аз, ондай мына жерде болмайды, мынандай біздің жағдайда. Сондықтан сондай бес аспап мамандардың арқасында Қазақстан осындай жағдайға жетіп отыр. Энергетика саласы да соның ішінде. Дұрыс айтасыз, негізі күрделі сала, ол бөлек министрлік болса, бөлек толық тәжірибелі мамандармен қамтамасыз болса, жақсы болатын еді ғой. Енді негізінен қазір кімдер келіп жатыр? Бірінші талап ағылшынша білу керек. Ол бір ағылшынша білгенді керемет деп есептеп жатыр. Содан кейін ақша есептей алады. Ақшаны қазір базардағы адамды есептеп береді. Сондықтан бұл жерде мен бірнеше адамды жастарды атап өте аламын. Төменнен көтерілген. Бірақ атын атасам қазір оларға кез зиян тиіп қала ма деп. Бізде кейбір басшылар білікті мамандардан шошынады ғой, ол да жасырын емес. Жақсы. Және міне атом станцияны айттыңыз. Мен былай сіздің көзқарасың қандай екен? Атом станцияға референдум арқылы 10 шешім шықты, қолдаймыз деді, біраз 70-тен аса пайыз алды. Бұл жерде бір сөз айта кетейінші. Мен сол референдум кезінде бақылаушы болдым. Ақсай шағын ауданында, Алматы қаласында. Менің учаскеме мен бақылаушы болған. 16,25 дауыс беруші келді. 20-ға жетпейді. 16 ма 18 ба? 20. Менде протоколы бәрі бар, хаттамасы бар. Соның 55%-ы қолдап дауыс берді. Қалғандары қарсы дауыс берді. Сонда енді 18% дейікші, соның жартысы болса, сонда Ақсай тұрғындарының 9% ғана қолдады. Сол сөйте тұрып, Қазақстанда кереметтей бір әлгі адамдар 70% қолдап, 70% қолдады деген сөз, құрып кеткенде 85-80% дауыс беруге барды деген сөз. Ондайға мен өзім сенбеймін. Барлық өңірлерде, өзім мысалы Абай облысының тумасымын, о жерде ақырын ауылымдағылармен хабарласып отырамын ғой. Қазір бір жақсысы ұялы телефон бар, дер кезінде жіберіп отырады. 50 емес, жартысы барған жоқ деді ғой. Енді қалай жасалатын, енді бұл жерде заңға бағынамыз.
қағаз жүзінде шығарып берді, 70% қолдады деп. Содан кейін бұл референдумның мына екінші жағы бар. Мысалы, атомның пайдасын, зардабын түсінбейтін адам барып дауыс береді ғой. Мысалы, менің бір көршім бар, ауыз арақтан босамайды. Ол да барып дауыс берді, қолдап дауыс берді. Ол не екенін білмейді оның. Бұл жерде сол екі жақ. Содан кейін енді таяуда бір қызығын айтайын. Бір станция туралы 10 дауыс алды, 10 қолдау алды деді ғой. Енді ақырғы осы бір ай бұрын бір тыңдап көрсем, екінші, үшінші атом станция туралы сөз қозғап жатыр. Бірінші станцияның жобасы да жасалған жоқ. Мердігері де анықталған жоқ, енді екінші, үшінші. Содан кейін маған ой келді, бізде ешқандай станция салынбайды-ау деген. Ойыңыз түсінікті болып тұр, бірақ менде басқа сұрақ болып тұр. Сол атом станцияны салуға бізде мына технологиялық мәдениет жеткілікті ме? Жеткіліксіз және жоқтың қасы деп айта аламын. Атом электр станциясын салу үшін жаңағы технологиялық мәдениет дедіңіз ғой. Жылу электр станциясының технологиялық мәдениетін деңгейге жеткізіп алайықшы. О жерде былық болып жатып, енді атом станциясы кереметтей болып кетеді дегенге сенбеймін. Сондықтан бұл жерде бір 20-30 жыл маман дайындау керек. Мысалы, беткестар елдерді алайықшы. Мысалы, Европада Франция энергетикасының 80% атом станциялар екен. Бельгияның 85-90-ы, Швецияда 60%. Мысалы, Франция сияқты. Неге десе, жалпы радиоактивті элементтер терең зерттеген Кюридің отанды Франция. Одан кейін ол елдерде ең алдымен қауіпсіздік бірінші орынға қойылады. Бізде қауіпсіздікке қол сілтей саламыз. Чернобыльді көрдік қой. Жоқ, қазіргі салып жатқан атом станциясы 3+ деп тұр ғой. Жоқ, 3+ деп бізде қазір бар ғой, Асеке. Бензин бәрі евро 4-пен өтіп жатыр дейді. Машиналарды қарасаң көк түтін шығып жатады сол евро 4. Бүгін бір бастап, әлгі күрекпенен фундамент қазудан бастап, бәрін адамдарды сол жақта дайындап, о жерде. Адам болғанда бұл жерде таныс-маныс емес, білімді физика, математика мектебінен бе өздері іріктеп алса, сол француздар елінде дайындап, соларды әкеп орналастырса, міне сонда жаңа өзіңіз айтқандай технологиялық мәдениет болар еді. Бәрі қоршалған, сол станция істеп тұрса. Содан кейін екінші бір өкінішті жай, мысалы мен өзім біраз оқыдым, Балқаш көлінің жағасы. Балқаш көлінің ең терең жері 26 метр екен. Ең терең жері. Ана көлдің ипа-типасы шықпай ма мынадан кейін. Содан кейін сол басқа жерлердегі нелерді мен әлгі оқып көрсем, бір су қоймасының жағасында болу керек қой ол енді. Иә. Бәрі тереңдігі 26 метр емес, бәрі ең құрып кеткенде 70 метрден. Енді біздікілер қазір шығады, керемет қатырамыз деп, өзі құрып бара жатқан Балқаш көлі. Сол қазір ертең не болатын тағы да белгісі. Сол туралы Сатқалиевің де ешқайсысы ойлап жатқан жоқ секілді. Енді ол жалпы айтпай-ақ қойық. Жоқ, жалпы айтқан дейін солар ғой сол жерде отырған. Ойымды мен былай айтқаннан кейін бұл жерде неге айтпасқа Асеке? Мына кадрлар туралы тағы да жалғастырайық. Мен бір ай бұрын Тимур Жантикин деген бүкіл Қазақстан атом энергиясы басқарып жүрген, көптеген жылдар атом энергия басқарып жүрген білікті маман, сонымен сұхбат алдым. Сол кезде сіз шәкірт дайындадыңыз дегенде, ол айтты, жоқ, дайындамадым деді. Сонда қалай болып тұр? Ол мына кісі өзі 70-тен астам адам. Ертең демасқа кетеді. Шәкірттері жоқ. Сонда бізде кім істейді? Шәкірт дайындамағанда ол кісінің кінәсі жоқ, шәкірт дайындауға мүмкіндік болмады. Ол бір. Неге болмады? Енді жемқор елде дұрыс шәкірт дайындай аласың ба? Жемқорлық жайлап кеткен елде. Сондықтан бұл жерде қазір бізде Алматыда бір жоғарғы оқу орны бар, энергетика университеті. Ол мысалы негізінен жылу электр енергиясымен, су электр энергиясымен айналысқан енді. Соған маман дайындаған. Енді бұл жерде менің ойым енді мына мамандарды алдыменен Франция секілді елде дайындау керек. Бұлар қазір қалай істейді?
Енді қазір менің ойым, бұлар Ресейге байланады, олар өздерінің адамдарын әкеп ордықтырады, содан кейін жұмған уысында ұстап отырады бізді. Шошаңдасаң да бүйтеміз деп. Міне қазір соған әкеле жатыр біздің басшылар. Менің ойым. Басқаша дәлелдесе, бәрінен кешірім сұраймын сіздің хабарыңызда. Бұл жерде, мысалы, Франция секілді бейтарап елде атом электр энергетикасының 80%-ын қамтитын елде дайындау керек. Сонда сұрақ, біз енді мына дамыған елге кіреміз дейміз, дамыған ел қатарына кіреміз деп тұрмыз. Сонда неге өзіміздің қара домалақ қазақ жігіттері сол энергетикаға немесе оған қатты дамымайды? Неге олар бармайды? Әлде қазір мен үмітім бар, осы 30 жылдың ішінде бәрі өсіп, дамып, бәр жерде отырған сияқты. Барғандар бар. Мысалы, бірінші курсқа 30 бала түсті дейікші, энергетика институтының, мысалы, әр факультетте құрып кеткенде бір 6-7 бітіріп шығады, соның ішінде 4-5 жақсы мамандар бар. Оларды мен айта аламын. Олар жалғыз электр станциясына кетпейді, басқа металлургия, Қазақмысқа кеткендері мықты мамандарды көрдім. Өкінішке орай, Асеке, қатты айтсам кешірерсіз. Бізде мамандардың құнттамаймыз, мамандарды бағаламайтын мемлекетке айналып кеттік. Сол, шынын айту керек. Демек, жақсы мамандар осында дұрыс жалақы алмай, қолдау алмай, шетелге кетіп баратыр. Иә, шетелді дамытады. Мен тағы да енді бір мысал келтірейін, енді бұл жерде жарнама жасап отырған жоқпын. Менің жиен ағамның баласы Америка құрама штаттарында тау-кен инженері болып шықты, Марк Шейдер. Қазақстанға келді. Болашақпен барғаннан кейін 5 жыл бойы жерде бір әлгі міндетті ғой, елде жұмыс істеу. Жұмыс істеді, анда тепкіледі, мұнда тепкіледі. Содан кейін әлгі халықаралық бір не бар екен ғой, сайт. Өзін ұсынатын. Австралияның Перт қаласына кетті. Жалақы береді, үй берді, баласына мектеп. Бәр жағдайды жасады. Бір қазақ Австралияның жағдайын жасап жатыр қазір енді. Ауылдан шыққан қазақ баласы. Ондай адамдар көп өкінішке. Ондай өкінішке орай көп, соған оны пысқырып жатқан министрі жоқ бізде. Ешқандай еш жері оларға жанашып жатқан жоқ. Өкінішке орай. Сіз көп жылдан бол Алмания деген компаниясын, Жума деген компания жұмыс істейсіз, сонда не бір күрделі саймандар, приборлар әкеп тұрасыз. Сол туралы айтып бере аласыз ба? Ол энергетика қатысы қандай? Енді энергетика қатысы болғанда, жалпы мен өзі өлшеу саласының маманымын, метрология. Мысалы, бүкіл өлшеу саласын алсақ 100% деп. Соның 80% жылу мен температура мен қысымды өлшеу. 80% ол дәлелденген ақиқат. Қалған 20%-ында ұзындық өлшеу, бұрышты өлшеу әртүрлі. Біздің негізінен сол қысым мен температураны өлшеумен айналысамыз, және химиялық талдау. Әрине, мысалы, жаңағы мен айтып өттім ғой, не үшін Ақсуды білемін, әлгі мемлекеттік аймақтық жылу орталығын. Бір блогын қайта жарақтандыруға біз толығымен қатыстық. Біздің қысымды өлшеу аспаптары сол жерде 2008-ден әлі күнге дейін жұмыс істеп тұр. Міне 17 жыл ма? Енді ескіргендері бар, анда-санда ауыстырып отырады, міне сонда істеп тұр. Сондықтан, мысалы, Алмания сияқты елдерде, дамыған елдерде, жаңағындай аспаптар, жалғыз біздікі ол бір бөлігі ғана Алманиядағы. Одан үлкен сол салада, жалпы Алманияда мен істейтін фирма секілді 80 фирма бар екен. Кішкентай Алманияда, бірақ халқы көп. Солардың барлығы әр жерде өз орнын тапқан. Алмания, Америка, Швейцария, ондайлар көп. Швецияда олар өте қымбат, бірақ сапасы жақсы. Өкінішке орай бізде тендерларға қатысады ғой, тендерлардағы біздегі самұрық қазынаның бірінші параметрі баға. Баға. Бірақ қазір отандық өндірушілерді қолдап отыр ғой. Отандық өндірушілер қолдаймыз, олар бірінші орынға тұрады деп. Енді бұл жерде мен бізде сондай не жоқ деп айта алмаймын, бізде оны шығарып жатқан аз. Бізде шығаратыны тек қана әлгі меңзерлі стрелкасы бар манометрлер Атырау қаласында қазір құрастырылады. Содан кейін ал жаңағындай электроника аспаптары, жаңа қысым өлшейтін мен білмеймін. Мысалы бізде
Сайман деген белгілі компания Сайман бар. ол Нера деген компания бізде міне сұхбат беріп отыр. Олар мына прибор жасайды, жылу, свет бәрін. ол оны шығарады. Бірақ бізде жаңағындай жылу болсын, электр станция, жылу электр орталығындағы турбиналардың, генераторлардың, бу қазандықтарының жұмысын қамтамасыз ететін күрделі жоғарғы технологиялы қысым және температура аспаптары шығарылмайды. Демек сіздің сатып жатқан тауарды Қазақстанда отандық компания конкурент жоқ. Отандық жоқ. Ондай. Қазір енді бір компания Атырау жақта тағы да қазір бастады дейді, енді жай. Сырттан әкеледі, мына жерде құрастырып жинау. Ол аз. Содан кейін Өкіметті алдау. Қазақстанда өндірілді деп. Өз-өзімізді алдау ол. Өз-өзімізді алдау. Сол үшін өз-өзімізді алдамас үшін, мысалы 100% десек, 100% десек, соның құрып кеткенде 80%-ын өзіміз жасауымыз керек. Әлгі локация деме не деуші еді. Ал сіздің компанияның Джума, сіз өзің басшыларға айта алпайсыз ба? Қазақстанда завод ашайық, осымызды өндірейік, мен өзім-ақ сол заводты басқарам деп. Оны кім қаржыландырады біріншіден? Мен айтып көрдім, олар қаржыландыратын адам тапсаң біз көмектесеміз деді. Оны менің қаржым жетпейді, завод қазір Европада да жағдай кейде керемет емес. Оларда да бір-бірімен бәсекелестік болып, қазір өндіріс көлемі біраз түсіп жатыр. Сол уақытта олар, содан кейін бізде тәуекелдік көп қой. Олар бәрі біліп отыр. Бізде жемқорлықтың бастан асып жатқан. Ондай жерге апаруға бәрінің дәті бара бермейді, өкінішке орай. Енді мен мүмкін кішкене өзім сескенетін шығармын. Мен, мысалы, сіз енді ұлтжанды адамсыз. Отан үшін жан пида дейді ғой. Сонда мен ойымша осы әрекет жасау керек, инвестор табу керек, Енді партнер табу мен бір керек. айтайыншы, жасау, құрастыру, мына біздің салада, өлшеу саласында, ол бір проблема. Жасап құрастырдың дейді. Содан кейін жасап шыққан дайын өнімді сынақтан өткізу керек. Қазіргі жағдайда ең қымбат құрал жабдық ол сынақ құралы. Мысалы, ол қалай жұмыс істейді? Мысалы, кейбір қысым өлшеу аспаптары 24 сағат бойы сынақтан өтеді. Қосып қоясың 24 бойы. Қысымды беріп алып, температураны өзгертіп. Ол өте қымбат. Лабораторияны тексереді оны. Иә. Жоқ, лабораторияда емес, түгел мына өндірістен шығып жатыр ғой, әрқайсысын барлығы тексерістен өту керек. Әлгі ішінара емес, іріктеп, бәрі тексерістен өту керек. Әйтпесе, мысалы айтайықшы, бу қазандықтарында температура 800-ге дейін жетеді. Қысым 400-500, құрып кеткенде 300 барға дейін жетеді. Анау жарылса түгін қалмайды. Сондықтан соның қысымын, температурасын дұрыс дәл өлшеп отырылатын аспап керек. Оның дәлдігін өндірістен кейін жаңағындай сынақ құралы бар. Калибрлеу дейді. Содан өту керек. Сол қымбат. Мүмкін өзімді кішкене енжар шығармын. Өзімді мен жауапкершіліктен босатпаймын. Менің де кемшілігім бар шығар. Жалпы мына энергетикасы болашақ жоқ. Ал Қазақстанда энергетиканың болашағы қандай деп ойлайсыз? Жарқын ба, немесе бұлыңғыр ма? Енді шынымды айтайын ба? Дәл қазір бұлыңғыр. Жарқын болу үшін түбегейлі өзгеріс керек. Энергетика саласын білікті мамандар басқарып, мысалы қазір бізде Қазақстанда мынандай бір жақсы ыңғайлы жері, жел энергетикасы мен күн энергетикасын уақытша болсын пайдалануға болады. Мысалы, Ұлытау облысын алайықшы. Бұлтсыз күн, құрып кеткенде 300 күнде бұлт жоқ. Одан кейін мына Абай облысында Жаңғызтөбе деген кент бар, естіген шығарсыз. Содан кейін Жоңғаралықтарда Құдайдың құтты күні жел соғады. Жел электр станциясы үшін ең минималды, ұмытпасам, 7 метр секунд керек. Әне жерде одан көп. 25 метр секундта тоқтатып қойды, аны бұзылуы мүмкін деп. Қанша қондырғы орнатуға болады. Осыдан 12 жыл бұрын бір жел электр қондырғысының
құны Германияда 3 миллион евро болған. Енді қазір 4 болсын дейікші. Бір электр қондырғысы шамамен 5000 киловатт электр энергиясын береді. Мысалы Германияда өзім жиі болам, қазір 22% күнмен желден алады. Оларда жер біз секілді кең емес, оларда бәрі тығыз орналасқан. Әрине, оның кемшілігі де бар. Мысалы, жел электр станцияларының кемшілігі де бар. Табиғатқа біраз зияны бар. Құстар кейде соғылып, мына жерде өліп жатады дейді, ол бар. Бірақ бізде әзір ол біріншіден экологиялық таза. Желде күнде. Содан бастасақ, сонымен ары қарай дамытып отырып, керегімізді қамтып, параллель қатар атом электр станциясы, жаңағы енді референдумды өздерін қолдадыңдар деп отыр ғой. Мамандар дайындау үшін бұл жерде ешқандай жалтақтамай, енді менің ойым Францияға бет бұру. Қараңыз, сіз Франция мен Алманияны айтып отырсыз. Франция атом энергетикасын қолдап отыр, дамытып отыр, ал Алмания атом станциясын тоқтатып, бүкіл жел мен күнге өтіп отыр, көшіп отыр. Сіз енді сол Алмания фирмасымен жұмыс істеп отырсыз. Не себептен сондай бұрылыс бар? Не себеп? Желге ауысты деп па? Жел мен күнге ауысқан. Енді атом электр станциядан біріншіден қаупі бар. Қалай алсаң да мүлде қауіпсіз деп айтуға болмайды. Чернобыльден кейін ана Жапонияда есіңізде ме? Фукусима. Содан кейін жүрегі қайтып қалды деп ойлаймын, оның біраз. Бәрібір атом электр станциясы ол біреу жарылса, жарты Европаны жоқ қылады, анау. Ауру қылады. Со жағын неткен шығар. Содан кейін, мысалы, мен Норвегияда болдым. 99,5% су электр станциялар екен. Бірақ оның картасын қарасаңыз, біздің әлгі Қапшағай, Бұқтарба, Шөлба секілді су қоймалары жоқ. Сөйтсе ол, мысалы, Алматы маңында тауда бірнеше су электр станциясы бар. Көрген шығарсыз? Каскад бірнеше. Норвегияда сондайлар екен негізінен. Тау өзендері көп қой онда. Тау өзендері. Жиі қойған, табиғатта да білдірмейді, бір шетінен алып отырады, оны судан айландырып, балығына да көп әсер етпейді. Әсер ететін шығар енді, мүлде әсерсіз болады деп айта алмаймын. Сөйтіп 0,5% ғана көмірсутегін пайдаланады екен. 99, міне мен ақырғы рет 16 жылы болдым. Сонда енді сөйлесеміз ғой. 99,5%. Қар әппақ, мына ауылдағы жайлауда кейде барасың ғой, мына қардың ақтығы. Алматыда қар қап-қара болып жатады ғой. Ана қаланың орталығында сондай тап-таза қар. Сонда көрдің бе, сондай. Бізде сондай мүмкін. Бізде жеріміз кең. Енді менің ойым, мені бірақ ешкім тыңдамайтын да шығар. Жылу электр станциясы, күн электр станцияларын әзірге пайдалана тұру. Атом салып алғанға дейін. Әжеке, енді біз сұхбатымызды аяқтаймыз. Тағы не айта аласыз? Енді жалпы Асеке сізге рахмет, бұл тақырыпты қозғап отырғаныңызға. Бұл өте маңызды тақырып. Бізде мысалы өзім Қаскелеңде тұрамын қазір. Қысты күні жаңбыр жауса, қар жауса, жел соқса, Құдайдың құтты күні свет өшеді. Соның зардабын шегіп жатырмыз. Ол бүкіл Қазақстан зардабын шегіп жатыр. Бір күн светсіз отырып көріңізші, сондай. Сондықтан бұл мәселені шешпесек, бұл ары қарай өзінен өзі түзеле бермейді. Мына проблемалар өзінен өзі кетіп қалмайды. Сондықтан мүмкін сіздің осы хабарыңыздың арқасында жаңағындай мамандар кездеседі. Жоғары жаққа мүмкін бір сыбыс жететін шығар. Біз айтады ғой, халықтың үніне құлақ түретін мемлекетті, құлақ түретін билік деп енді. Мен оған сенемін, сол үшін мына осы біздің YouTube арнамызда, жарық YouTube, ол эксперттік алаң деп санаймыз. Сол үшін небір эксперттер, сіз де мысалы өз саласындағы экспертсіз, осындай керекті приборды әкеп тұрсыз Алманиядан да. Сонда тек қана жаңағы жоғарыдағы билік енді біздің сөзге, ауыр сөздерімізге тітіркенбей, құлақ асып отырса, мамандарды тыңдаса, жаңағы айтып өттіңіз ғой, атом саласының маманы 70-ке келді деп. Онды пайдаланып қалу керек қазір. Жер бетін басып жүргенде оған денсаулық, Құдайдан денсаулық тілейікті, оның білімін пайдаланып, қазір соны
елдің игілігіне жұмсау керек. Егер оны пайдаланбасақ, уақыт өте шығады. Bir күн ол да қартайып әбден отырып қалатын заманға келеді, үйден шыға алмайды. Жақсы. Соған жеткізбейік. Сізге көп рахмет. Ал құрметті көрермендер, сіз бәрін естіп отырсыз. Өз пікіріңізді жазыңыз, комментарий жазыңыз, лайк қойыңыз. YouTube-тың алгоритмі осындай, оны осындай жақсы көреді. Сол үшін осы жарық YouTube арнаны қолданыңыз. Сізге сәттілік, үйлеріңізде әрқашанда свет болсын. Аман болыңыз. Әлеке, рахмет. Рахмет. Свет болсын дегеніңізге келісіп отырмын. Жақсы онда.